Садақа қолында азынаулақ ақша болса да бере беруге болатын абзал іс. Мұхаммед пайғамбар: малдарыңызды зекетпен қорғаңыздар, ауру сырқаттарыңызды садақа беріп емдеңіздер, басыңызға келген бәлекеттерге де Алладан жалбарынып дұға етіп көмек сұраңыздар деген. Шүбәсіз садақа беруші ерлер мен садақа беруші әйелдер сондай-ақ Аллаға көркем борыш бергендер, тиісті орынға мал сарып қылғандар, оларға неше есе арттырады, әрі олар үшін көркем сыйлық бар. Садақа ол қайырымдылық істердің ең бір жақсы тәсілі. Сол жақсы тәсілді біз өзіміздің дүние мүлкімізден не берсек, сол өзімізде қалатыны және ризық берушілердің ең жақсысы Алладан еселенген сауап түрінде өзімізге қайтатыны белгілі. Пітір садақасын беру әрбір азат, әрі қалталы мұсылманға уәжіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм пітір садақаны беру бай адамдарға міндеттеледі деген. Тұрмысы нашар кісіге пітір садақа беру міндет емес. Әйтсе де сауап үшін пітір садақа берем десе өз еркі. Мешітте берілетін садақа қайда жұмсалады? Мұқтаждарға. Алла тағала Тәубе сүресінің 60-шы аятында тағайындап білдіреді: шын мәнінде садақалар, зекеттер кедей-кептерге, түгі жоқ міскіндерге, зекетті жинауға тағайындалған адамдарға, көңілдері жібітілуі мақсат етілгендерге, жаңа мұсылмандарға, құлдарды азат етуге, қарызға батқандарға, Алла жолына және қиналған жолаушыларға берілуі Алла тарапынан парыз етілді. Көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, қарттарға, зағиптарға, қоғамдық іс-шараларға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм: сендердің жақсыларың қоғамға пайдасы тигендерің. Ораза айт. Құрбан айт. Мәулід. Наурыз. Балаларды қорғау күні. Мектепке жол науқаны, тағда басқа. Мешіт, медресе. Қызметкерлер ақысы. Мешіт қызметкерлері Алланың қызметкерлері. Халық қам үшін жағдай жасап, Алла үйінің ахуалына, тазалығына, жұрттың білім алуына аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын міне осы адамдар. Және олар жасаған қызметіне адал ақысын алуға құқылы. Мешіт шығыны. Мешітте үнемі жылы, қашанда жарық, дәреталарға су да табылады. Мұндай жағдайдың жасалуына садақа беруші сіздің де үлесіңіз бар. Неге? Өйткені аталған су, жарық, газ, коммуналдық қызметіне осы садақадан төленеді. Мешіт жиі жаңарып, қираған тұстары түзетіліп отырады. Ал бұған қаражатты кім береді? Ол да сіз берген садақа. Сайт жұмыстары. Ел ақпаратты тегіс ғаламтордан алатын кезеңде дұрыс діни мағлұматтарды кез келген уақытта жылдам алуға болатын мешіттің ресми сайты жұмыс істейді. Сізді мазалаған сауал қалта телефоныңыздан табылады. Өйткені осы қаражат арқылы сайт құрылып, онда діни журналистер сіздерге қажетті мәліметтерді жеткізіп отыр. Медресе шығыны, оқу жабдықтары. Дінімізді ертеңгі ұрпаққа жеткізетін дін мамандарын даярлайтын ілім ордасы медресе. Ал білім үйін қамтамасыз етуге сіздің де кішкене болсын септігіңіз тиіп отырғаны қуаныш емес пе? Осыншама қызмет. Бірақ оған ешқандай қаржы бөлінбейді. Тек мейірімді жандардың демеуі мен халықтың садақасы. Сіз мешітке берген садақа өзіңізге игілікпен қайтарылып жатқанын білген боларсыз.